Сәлем достар, бүгін осындай сүзбелі бәліш дайындайтын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер және видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді болып шығады және өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыз. Алдымен бұл пирогты жасау үшін қамырын жасаймыз. Оған керек заттар: сары майды саламыз ыдысқа алдымен, және жұмыртқаны, қантты, ұнды, разрыхлительді, яғни қопсытқышты барлығын салып қамыр илейтін боламыз. Алдымен осылай сары майды және қантты қосып, барлығын миксермен араластырамыз. Сары май үй температурасындағы, үй жағдайындағы температурада болу қажет. Достар, осылай миксермен араластырғаннан соң үстіне жұмыртқаны қосамыз, 2 жұмыртқаны, және тағы да миксермен араластырамыз. Достар, миксермен араластырғаннан соң үстіне ұнды қосып, тағы да араластырамыз және қамыр илейміз. Сол кезде қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болу қажет, және қамыр илеп, оны холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып қоямыз. Достар, осындай қамыр болу керек. Енді осы қамырды қолымызбен осылай илеп, целлофанға салып, және тоңазытқышқа салатын боламыз. Шамамен жаңағы біздің салмамызды дайындап болғанға дейін тоңазытқышта тұрады. Достар, енді начинкасын, яғни салмасын жасап бастаймыз. Алдымен ыдысқа творог, яғни сүзбені саламыз, және үстіне жұмыртқаны, қантты және қаймақты, яғни сметананы қосып араластырамыз. Барлығын блендермен жақсылап еземіз. Сұйық масса болғанға дейін еземіз. Ешқандай түйіршіктер қалмау қажет творогтың. Достар, осылай барлығын қосып болғаннан соң блендермен еземіз. Кез келген блендер жырай береді. Мысалы, мен осылай қолмен езетін блендерді алдым, және осылай барлығын езіп шығамыз. Осындай сұйықтықта болу қажет. Осылай езілгеннен соң келесі біздің жаңағы қамырымызды аламыз. Тоңазытқышта тұрған болатын, және осы қамырды алып, біз формаға салып осылай жаятын боламыз. Міне осындай форманы аламыз. Менде 24 диаметр 24 сантиметр, және осылай екіге бөліп, бір бөлігін астына жайып шығамыз қолымызбен, және екінші бөлігін жандарына жайып шығамыз қолымызбен. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, мен видеода май жаққан жоқпын. Астына себебі ол жабыспайды, және осылай жандарына да, астына да май жағып керек емес, және пергаментті төсеп те керек емес. Енді жағып шыққаннан соң жандарына да осылай жайып, қасықпен немесе шаншықпен біз осы қамырды тегістеп шығуға болады. Қамырды формаға салып дайын болғаннан соң үстіне жаңағы начинкамызды, яғни салманы салып жібереміз. Осылай құйып, барлық жеріне толыққанды жағып шығамыз. Достар, осы сүзбелі бәліштің үстіне қарақатты немесе құлпынайды бүлдіргенді қойып әсемдеуге болады, бірақ мен осылай тұрғанын қаладым. Және де бізде осылай пісіп шығады. 200
градуста емес 150 градуста пісірдім, және де 45 минут пісірдім, себебі бұның іші піседі және формасын ұстап тұрады. Кейбір адамдарда бұл начинкасы піспей қалады да, беті піседі және де асты жағы піспейді, себебі бұл градусына байланысты. Әркімнің пеші әртүрлі болғаннан соң градусын төменірек қоюға тырысасыздар, себебі беті піспей қалып, беті пісіп, асты піспей қалуы мүмкін. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Бір ескеретін нәрсе, осы пирогты суығаннан соң барып кесу керек, және іші толықтай піскен. Достар, осымен біздің пирог дайын болды. Әрине, видеоға лайк қойып, пікірлеріңізді қалдырып, және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, және сіздермен көріскенше келесіде қош сау болыңыздар. Жасап көруге кеңес беремін.